Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ноқат қосылған тойымды, дәмді және оңай дайындалатын вафлидің рецептісін көрсетемін. Блендерге жылы айран, жұмыртқа, өсімдік майы, ноқат бұршағын қосып айналдырамыз. Үстінен қалауыңыз бойынша қант ұнтағын, ұн және қопсытқышты қосып тағы да араластырып аламыз. Достар, каналыма тіркеліп, каналымда көптеген өзіңізге пайдалы рецепттерді таба аласыз. Вафлидің қамыры дайын болды. Егер вафельницаңыз болмаса, кәдімгі табаны майлап, қақпағын жауып, құймақтар ретінде пісірсеңіз де болады. Бұл вафлилер жақсы таңғы ас ретінде де, сэндвичке негіз ретінде, жаттығудан кейін жеңіл тағам ретінде, немесе балаңызға мектепке, саяхатқа шықса да сенімді түрде салып жібере алатын ас. Қантқа келетін болсақ, қаласаңыз оны қосуға немесе алып тастауға да болады. Осылай барлық ингредиенттерді блендерде айналдырып, аз уақытта тойымды әрі пайдалы вафлилерді әзірлеуге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.